Олардың үш бауыры қонақ қызды шөл даладағы бірінші аялдамаға дейін шығарып салды. Ажырар алдында қыздар жанды құшақтап жыласып алды. Қанша да жылап ажырасты. Шиық қыздарының әдеттегідей тезек түтінімен сүттің иісі шығып тұрғанымен, енді бұл иістер бостандық күндердің белгісіндей жан үшін сүйікті иіске айналды. Ісметпен құшақтасуға болмайды. Жан жас толы көзімен оған жымия қарап басын изеді. Жас жігіт шыдай алмай тор айғырға секіріп мінді де шоқырақтата шаба жөнелді. Жан достарының қарасы үзілгенше арттарынан қарап тұрды. Кешке қарай өзінің қаласына жақындаған кезде Жан үндістандық тор шәліні бүркеніп алды. Кенет оның аты алмас ырыққа көнбей ауыздығын шайнап алға жұлқынып тезірек атқораға жеткісі келді. Жан оның мойнын сипады. Әшейінде жуас ат тай кезіндегідей ойнақшып шаба жөнелді. Қанша өзінің сүйікті атының жылтылдаған мойнына қарай еңкейіп оны тыныштандыра бергенде, кенеттен басын көтеріп алып дүзу отырды. Жап жақын жерден өзіне таныс сыбызғы үні естілді. Отардың алдында тыр жалаңаш дерлік ұзын бойлы жас жігіт аяңдап кетіп барады. Жан кешке қарай өз бөлмесіне отырып, талай рет естіген әуенді қойшы тартып бара жатты. Жас шопан ойнауын тоқтатпай, алмастан 10 қадамдай жерден өтті. Ат үстінде еркін отырған қызға қызыға қарады. Музыканттың байқағаны, қыз жас болуы керек, сірә сұлу да шығар. Ақ жібек шәлден жүзі көрінбеді. Оны түс көргендей етіп елестетті. Жан шәлісін түсіргісі келді. Бірақ Ибрагим Атек бұл жолы сау болатын және қабағынан қар жауып жақын жерде келе жатты. Жан жас жігітке шәлі саңлауынан қарады. Қойшы ұзын қара шашын біріктіріп байлап қойыпты. Қалың қасы араптың ай деген әрпіне ұқсайды. Келіскен дене бітіміндегі бұлшық еттері әдейі әйгілі ауған палуандікіне ұқсайды. Ондай палуанды бір жолы тәтесі Анақ базарынан көрсеткен еді. Албырт көзінен ұшқын байқалды. Бірақ ол Ісметтің көзіндей баланың көзі емес, оң жақ бетінен қап-қара көмірдей қалы көрінген жігіт еді. Осы бір кең жауырынды жас жігіттің кім екенін Жан білді. Жафардан өзге ешкім дәл осылай сыбызғы ойнай алмайтын еді. Жақында ғана халифтан Есмин ад-Дулат деген зор атақ алған Жанның әкесі Акбар Әмір енді өз тарапынан әрекет жасап тағы бір дәрежеге жетуді, қажы болуды ұйғарды. Ана химаратын басқаруды өзінің көмекшісіне тапсырды да дін жолына түскендердей киініп, Құдайға құлшылық жасауға Меккеге жол тартты. Атқа отыру алдында Акбар бетін Қағбаға қаратып, Құранның тиісті сүресін дауыстап оқып шықты. Жан сүйсіне мақтанышпен әкесіне қарап тұрды. Ол Әмір көптің ішінен ең сүйікті әйелдер мен балаларын іздегідей топқа қарады да жылжып қоштасқан белгі беріп бас изеді. Жан өз бөлмесіне қайтып келгеннен кейін диванда ұзақ отырып ойға шомды. Қыздың өз үйінде өткізетін соңғы көктемі. Жақында ғана әкесі Меккеден келген соң күйеуге беретінін айтты. Күйеуге шығатын мезгіл болды. Әкесі Қағбаны 7 рет айналып шығып, кімге ұзататынын шешеді. Өзіне лайықты күйеуді таңдап алуға Құдай көмектесер. Күйеуге шығатын уақыт болғанын Жанның өзі де біледі. Жақында ол 17-ге толады. Өткен қыста адмирал Ибн Табан Зараны әскери кеменің командиріне күйеуге берді. Злиха да бурко киді. Оның әкесі қызына күйеу етіп жас қазыны таңдады. Жақын достарының тырсиған Фатима ғана қалды. Ол әлі 15-ке толған жоқ. Жас өспірім жігітке шықсам, оның ең бірінші, ең үлкен әрі сүйікті әйелі болсам, қандай жақсы, бірақ әрі жазмышқа байланысты ғой бәрі. Алланың әмірінсіз есек құйрығынан қылшықта үзіліп түспейтіні Жанның ойына тағы келді. Ал бұл есек емес қой. Бұған Алланың рақымы мүмкін тиетін шығар. Қалай дегенмен онда жүргендер ала құйын ақындар емес қой. Ал егер Алла аузында тісі жоқ, қарны салбыраған, қасқа бас қара шалдың 8-ші әйелі боласың деп бұйырса, масқара ғой. Жан жирене шошып кетті де, енді бұл жөнінде ойламауды ұйғарды. Әкесі жоқ кез көңілсіз. Қыз қолына бір кітапты алды, одан оны тастап екіншісін алды, бірақ оқуға зауқы болмады. Кешке төсекке жатқаннан кейін тағы да күйеуге шығу жайын ойлай бастады. Анақта февраль түндері әлі салқын, әрі декабрьде Жан
Екі терезені бірдей ашып тастап, қара түлкінің жүнін салып қабыған жылы көрпе жамылып ұйықтауды ұнататын. Бұлай ұйықтау көңілді де жеңіл еді. Тәтесінің елінің аңдары денесін тез жылытатын. Жан армандай бастады. Осындай кезде кейде денесі жай оты түсіп, жанған құрғақ сексеуілдей тұтанып күйіп жанады. Мұндай кезде диваннан қарғып тұрып, жалғыз іш көйлектің ашық терезенің алдына келіп, денесінің өрт сөнгенше тұрады. Жан Жафармен болған бір кездесуін есіне алғанда тұла бойы күйіп жанды. Күйіп жану тіпті ерекше. Жан дүниесін рахатқа бөлеп, күйдірген жалын отынан диван, одан кейін бөлме, тіпті өмірдің бүкіл сарайы тұтанып күйіп кететіндей сезіледі. Жанды ой шырмауы орап алды. Алланың рахымы мол ғой, өзіне Жафар сияқты күйеу жіберсе деп армандады. Ол Жафар сияқты бойшаң, қимылы ширақ, белі жіңішке, кең жауырынды болса екен деп тіледі. Шашы қара болса, тіпті қап-қара болса, бірақ басын шыбықпен орамай ақ жібек сәлде кисе, тіпті шалманың да керегі жоқ. Сол аяқ болсын. Міне оның өзі келді. Бұл кім, күйеуі ме, Жафар ма? Өзі оны кім екенін ажырата алмады. Ол жақындап келді де қарулы қолымен аймалай құшақтап тізесіне отырғызды. Жан оның мақпалдай жұмсақ ыстық денесіне жабысып, рақаттана балқып отыр. Оазисте өзі аймаласқан жасөспірім Ісметтің денесінен аумайды. Жоқ, бұған шыдам жететін емес. Қандай азап! Кенет көрпені сыпырып тастап, іш көйлегін шешіп лақтырып жіберді. Тез тұрып суық терезе алдына отыра кетті. Таңертең тәтесі Жанды көріп, сырқаттанып қалған жоқсың ба деп сұрады. Хакімді шақырғысы келді, бірақ қыз еш жерінің ауырмайтынын айтып шақыртпады. Жай әншейін деді де қойды. Жоқ, бұл жай емес. Сен өзіңе қарашы. Тәте күміс айнасын берді. Жанның екі көзінің айналасы дөңгеленіп қарайып қалыпты. Көзі қызарған, безгекпен ауырғандай болып, ерні кезеріп кеткен. Жан, шыныңды айтшы, саған не болды? Тәте, ештеңе болған жоқ. Жай емес көгершінім, жасырма, мен көріп отырмын ғой, жай емес. Жан қызарып кетті де үндемей қалды. Ал олыға күңкілдеп сөйлеп жүр. Күйеуге шығатын уақыт болды. Міне соған байланысты. Әкең бекер-ақ кешіктіреді. Өзіңнің төсіңнің қандай екеніне қарашы. Күн нұры аймалап піскен қауындай. Күйеуге шығатын уақыт болды, Жан. Тәте, жарайды, жетер енді. Одан гөрі анау музыканттың немене болғанын айтшы. Қай музыкант? Есіңде ме, ол бұрын кешке қарай ылғи сыбызғы тартатын еді ғой. Жан бірдеңені есіне түсіргісі келгендей маңдайын тыржитты. Иә, оның аты Жафар сияқты еді ғой. Ана қойшыны айтасың ба? Оны шайтан білсін. Кеткен шығар бір жаққа. Оның саған не қажеті бар? Жай әшейін. Тағы да жай ма? Тәте, ол жақсы ойнайтын еді ғой. Өте жақсы ойнайтын еді. Оны тыңдап әбден үйреніп қалыппын. Жә, әкеңнің музыканттар саған аз болып жүр ме? Ол жалаңбұт музыканттарын не теңің? Ал қажет етсең, бүгін ақ шақырып баққа алып келуге болады. Жоқ, тәте, қажет жоқ, мен әшейін. Олыға күңкілдеп сөйледен шаршады. Сондықтан бұлар тағы бір әшейінді естімегендей болды. Бірақ дәл осы күні Жанның өте көңілсіз болғанын есіне сақтап қалды. Тіпті көптен бері шөл даладан қайтып оралғаннан бері қарай өзінің көз алдында өскен бойжеткенінде бір өзгеріс болғандай. Сірә күн өтіп кетсе керек, тіпті бүгінге дейін есін жия алмай жүр ме? Бірде себепсіз жылайды, ал кейде мағынасыз күледі, еркелеуін мүлде қойып кетті. Шөл далада өткізген 3 жеті оның өмірін екіге бөліп тастады. Өмірі қонаққа барғанға дейінгі және одан кейінгі жікке бөлініп қалған Жанның өзі де сезді. Шейхтің үйінде қонақта жүрген кезінде өзі үйреніп қалған бостандықтан аңсайтын сияқты. Өзінің бөлмесінде тәтесі әр кеш сайын индустарша түтіндетіп хош иісті шығарған кезде бықсыған тезек, сүт пен түйенің тер иісі, бостандықтың тәтті иісі сияқты болып сезіліп келетін көрінді. Акбар әмір қызына болған өзгерісті байқады. Қызының күнге тотығып, күйіп, шөл даладан көңілді оралғанына қонарын да қайғырарын да білмеді. Ол әкесінің тапсырмаларын өте жақсы орындап қайтты. Қайтып оралғаннан кейін бірнеше күннен соң рахметін айтып, ризашылығын білдіру үшін шейхтің өзі келді. Ол қонақ қыздың муфтиде ақылды екенін, тілі балдан да тәтті екенін айтты. Қонақ қыз кеткеннен кейін жұрттың жылағаны сонша, тіпті сол көз жасы Ефратқа өзен кемерінен асып кетеме деп қорықтық деп баяндады. Мосқал тартқан Әубәкір шейх
бір әріптің қарасын танымаса да, қол қоюдың орнына мыртық бармағын басса да, қалай сөйлеуді білетін. Шейхтің айтқандарын тыңдай отырып әмір рақаттана күлді. Оған ұнамағаны Жан қонаққа барып қайтқаннан кейін тым өжет болып кеткені. Өзімен өзі болып жүр. Дәл франк ханшайымдары Берта мен Сапфо сияқты сұңқар салып аң аулау кезінде король Карлдың қызымен қалай қатарласа шапқанын есіне алып соған ұқсатты. Бұдан кейін Жан көңілсіз күйге түсті. Күн қаққан жүзінде көз жасы тарамдалған қалпында оның бақтағы мәрмәр орындықта отырған Акбар бірнеше рет көрді. Мұндайда үнсіз жылайды немесе жай әшейін деген үйреншікті сөзін айтады. Қаншама аянышты болса да қызымен қоштасатын уақыт болғанын Акбар білді. Тек Меккеге барып келгеннен кейін деді. Марттың екінші жартысы басталды. Олға тәтесі ханшайымның қыстық көрпесін буып түйіп, қымбат теріні күйе жеп қоймас үшін кепкен қазтабанның ұнтағын сеуіп, сандыққа салып жатыр. Оның орнына бір кезде әкесі Франк елінен әкелген фламанд мәуітін шығарды. Ол ерте көктемде ғана пайдаланылады. Біраз уақыт өткен соң, ол да күзге дейін сандыққа салынады да, қалың матадан жасалған сейсеп қана пайдаланылады. Ал май айында үлбіреген Египет матасына кезек келеді. Сарай кеңесінің хакімінің кеңесі бойынша Жан салт атпен жиі-жиі далаға шығып серуендеп қайтып жүруге тиіс болды. Хакім жақсы дәрігер еді. Ол бақа терісінен кептіріп алған ұнтақ көптеген аурулар үшін таптырмайтын ем деп ойлайтын. Ал басқа емшілер бұл пікірді жабыла жуалайтын еді. Сарай хакімі қиындық кездескен жағдайда тәтті, қышқыл не ащы дәрілердің 5-6 түрін қабат беретін. Мүмкін біреу болмаса екінші дертке дәру болар деп топшылайтын. Ал көбінесе хакім Алланың дәрілеріне, күн, ауа, су сияқты дәрілерге көбірек сенетін. Шомылуды ұнататын және терезені ашып тастап ұйықтайтын үшін Жанды мақтайтын. Әмір жолға шығар алдында хакім Жанның салт атпен көбірек қыдыру қажет екенін, тек бақ ішінде ғана жүре бермей, еркін самал соғатын, жел есетін қала сыртына да шығып тұру қажет екенін айтты. Қыздың көңілі көтеріліп қалды. Өзіне салса ол тәтесімен ғана барар еді. Бірақ әкесі күзетшіден басқа Ибрагим Атекке де баруды бұйырды. Қалайда бұл саяхаттан Жан әбден сергіп, шаттанып оралып жүрді. Хакім Жанның өңіне қарап разы болды. Бірақ бірнеше саяхаттан кейін қанша сырқаттанып қалды да, сырқаты едәуір ауыр болды. Жүдей бастады. Мүлде ас ішпеді. Сағаттар бойы бір нүктеге қадалып, диванда отырады да қояды. Есі шығып қорыққан хакім Жанды далада сірә улышыбын шағып алған шығар деп ойлады. Ол сырқатының себебін Жан білетін. Бұны улышыбында өткен жылғы күннің де ешқандай қатысы жоқ. Тәтесі ойлағандай оның тамағына да ешкім біртіндеп өлтіретін уды қосып бермеген өзі жақсы біледі. Оның дерті сыбызғы сазынан еді. Ол саз Ефрат жақтан әуендетіп тағы да естіле бастады. Сыбызғы ойнайтын бір жақтан қайтып оралған Жафар еді. Сөз жоқ. Жафар соның сыбызғысы, соның әуендері өткен күзде сарайға естіліп тұрған Жафардың өлеңдері. Енді міне ол әуен саздар әр кеш сайын қыздың құлағына құйылып, денесіне жиналған сиқырлы уға айналды да, ол барған сайын жанын жаралап уландыра түсті. Сыбызғы үнін құлай тыңдаған Жан таң атқанша көз ілмей шығады. Нағыз тірі Жафардың өзімен кездескісі, онымен қатар отырғысы, оның мақпалдай жұмсақта ыстық денесінің жанасқанын сезініп ләззат алғысы келеді. Дене сау адамдай болып жүре алмағанына қыз қатты өкінді. Мүмкін онымен далада кездесіп қалар ма еді. Енді ондай үміт үзілген сияқты. Түні бойы күйіп жанып шықты. Оны күйдірген жалын енді жанына жай таптыратын емес. Көңілді құлазытады. Жаны қиналды, жылауға дейін барды. Жан төсегінде дөңбекшіп шығады. Тек таң алдында ғана талықсып ұйықтап кетіп, оның өзі өлуде бір болмаса сирек болады. Ақыры өзінің түнгі азапқа енді шыдай алмайтынын сезгеннен кейін өлгісі келмеді, өмір сүргісі келді. Бірақ аңсағаны мұндай өмір емес еді. Жан бір шешімге келді. Бірде кешке қарай ол тәтесін шақырды да оған бәрін ашық айтты. Жафармен кездестіруін өтінді. Қорыққаннан, өз елінен бездірген ішкі жарасы оянып, таңдану мен қорқыныштан Ольганың көзі бұлдырап, құлап қала жаздады. Құлағы шуылдады. Тағы да лаулаған от шешіндіреді де, жеті өрім қамшымен шықпыртып сабай бастайды. Жанын тұрған шоқтың үстімен қуалай жүргізеді. Бұдан кейін тірідей отқа жағып жібереді. Ерні дірілдеп айтқан сөздері: Жан,
Жан, сен есігінен адасқан шығарсың. Хакімді шақыру керек, хакімді. Жоқ, тәте, олай емес, мен бәрін де ойластырдым. Түсінші, олай істеуге шарам жоқ. Ең болмаса бір рет қана мен бәрібір айтқанымды істеймін. Олғаның үрейі басылды. Енді оны ашу қысты. Нөсерден кейінгі тау өзеніне сабасынан асып кетті. Қанша өзінің тәтесінің, Мирбан тәтесінің базардағы су тасушылардай балағаттай ұрысқанын ешқашан көрген емес екен. Мауыққа мысықсың сен, парсының жезөкшесі. Қалай ғана сенің лас тіліңе түйнеме шықпайды. Кімге артылуды тапқаның, а? Құдайыма, ол сенің теңің бе, түйенің құмалағы емес пе? Ысқырғаннан басқа ештеңе білмейтін лыпасы жалаң бұт емес пе? Тәтесінің даусы қарлығып қалды. Тамағын кенеп қақырынып жатыр. Аузынан ақ ит кіріп, қара ит шықты. Тұра тұр бәлем, енді мен оған ысқыртармын. Иттің баласының көзін құртайын. Тәтесінің сабасына түсуін күткен жаны өңі қашып, Олғаның қолынан ұстай алды. Немене, не дедіңіз? Не істесең сол, сен үшін құрығым келмейді. Бұзылған қаншық. Оның көзін жоям, орындайтын адам табылады. Жан, қыз осы кезде ұмытылып барып бөлменің бұрышына жетті де сәкіден қоңыр құтыны жұлып алды. Жақындама, мынаншем. Олыға мелшиіп тұрып қалды, тізерлеп отыра кетті. Жан, саған не болды? Мұның қалай жаны-ау? Зәресі кетіп, өзінің өсірген гүліне қолын созды. Ол жоқ. Олғаның алдында тұрған жан емес, үлкен әйел сияқты. Бет әлпеті құп-қу, өлікке ұқсап, 10 жастай үлкейіп кеткен. Ерні жымырып алыпты. Шарадай үлкен көздерінде қимыл жоқ. Алдында тұрған жан емес, мүлде ол емес. Өлім халінде жатқан шешесіне ұқсайды. Шығыстың ай мен күні о дүниелік болған нағыз Зейнеп. Тынысы тарылып, даусы әзер шықты. Жақсылап тыңдап ал. Жафар өлсе, менің де көрде болатыным есіңде болсын, түсіндің бе? Олыға еңіреп жылап отыр. Етжеңді екі иығы селк-селк кетеді. Ағара бастаған шаштары орамалынан шығып кеткен. Жан да жылап отыр. Ашуының беті қайтты. Осыдан 1 минут бұрын тәтесі бір ауыз артық сөз айтса болды, хакім берген бір шеше апиынды түгін қалдырмай ішіп қояйын деп отырған. Тәтесі үнін шығарған жоқ. Кілемге бетін басып, өксігін тоқтата алмай жылай берді. Жан оның басын көтерді. Диванға отырғызып қолынан сүйді. Тәтешім, сабыр етші, болды енді, қорықпа, бәрі де жақсы болады. Мен бәрін де ойластырдым. Сен маған көмектес, тек өзің ғана көмектесе аласың. Жүдеген қыздың екі көзінен моншақтап жас ағып тұр. Қазіргі түрі 16 жасар бойжеткеннен гөрі 6 жасар қызға ұқсайды. Кішкентай кезінде жақсы көретін қуыршағын жоғалтып алғандағыдай жылады. Олыға жанды аймалап көмектесуге уәдесін берді. Осы түні славян әйелі түсінде орыстың солтүстігіндегі кең өзен жағасындағы өзінің үйін көрді. Өзеннен жүзіп өтетін кем де кем еді, ал Межамир Ольгамен кездесу үшін одан жүзіп өтетін. Ольга өзінің көйлегін шешіп алып, оның су болған сүйікті де алып денесін құрғатып беретін. Бұдан кейін екеуі отқа түскендей күйіп жанып рахатқа бататын. Бұлбұл да сайрамайды, жұлдыздар да ғайып болған. Екеуінен өзге жан жоқ, Межамир екеуі ғана. Оянып кетіп қараңғыға ұзақ қарап жатты. Пысылдап жылап алды. 15-тегі кез еді. Кейін екеуі үйленді. Алыстағы жат жұртқа алып кеткеннен кейін басқа еркектермен де кездесіп жүрді. Қазір де керік күзетшісімен ашына, бірақ олардың бәрі балғын, балауса кездегідей болуы қайда? Межамирді ойлап көптен бері жыламап еді, енді міне тағы да жылап алды. Айналайын, жанның жас кезінен есте қаларлықтай ештеңесі жоқ. Жас өмірі гаремде өтіп келеді. Шөл далаға барғанда аздап қыдырғаны болмаса, күйеуге шыққаннан кейін бұдан да мықтап түсе алады. Бетін бүркемей қадам баса алмайды. Нағыз абақтының өзі. Олыға тағы жылады. Әйелдің тағдыры деген осы. Қорқып, дірілдеу мен көз жасыңа ерік беру. Келесі күні таңертең жанның ерекше көңілді екеніне хакім таңдана қарады. Қанша келіп тұр. Атпен қыдыруға қашан рұқсат етесіз деп сұрады. Бұл қандай ғажап қыз, мұның ауруы да ғажап екен ғой деп ойлады дәрігер. Қараңғы түскенде тәтесі Ибрагим Атекке күшті пальма шарабынан үлкен бір құмырасын жасырып әкеліп берді. Бұл жолы ол рахаттан бас тарта алмады. Әккі маскүнем шарапты құмарлана жұтты да тез мас болып қалды. Дірілдеген ұятсыз қолымен бірдеңе іздегендей Олғаның денесін сипалап, ол жақ бұл жағын ұстай бастады.
Олға шыдады. Негірдің құлап түсіп қорылдап ұйықтауын күтті. Сақтықта қорлық жоқ деп есіктің ілгегін салды да бұрышта тұрған мыс қобдишаны ашып тінте бастады. Гарем бағының артқы қабырғасындағы есіктің кілтін Ибрагим сонда тығатын еді. Оны аша қалса, Ефраттың жағасына дейін байқаусыз жетуге болады. Өзіне таныс кілтті тауып алып, қалтасынан шағын балауыз шығарды да соған кілттің бедерін 2 рет түсіріп алды. Бірі бүлінсе, екіншісі іске жарар деп ойлады. Жан өз жоспарын ұзақ ойластырды. Бәрін де ескеруге тырысты. Анақты кілтті жасатқан үшін ешкім 3 күміс дирхам ұсынған емес. Олыға кілт жасап беруін тапсырған кезде қарт шебер бұл шаруаның қауіпті екенін бірден түсінді. Терезесін қалың пердемен жауып, кілттің күрделі түсін түнде жасады. Үрейленіп, оны ұстап әкетуге келе жатқан жоқ па дегендей құлағы түрулі болды. 3 дирхамның аты 3 дирхам ғой, шебер өте жақсы кілт жасап берді. 6 бөлімнің соңы. Құрметті тыңдармандар, егер сіздерге ертегі ұнаса, жалғасын описаниенің төменіндегі қызыл жалаушаның ссылкасымен басып табасыздар. Комментарий, смайлик, бармақ басып қазақша каналды қолдап кетіңіздер.